биік болу үшін халықтың рухы биік болу керек деп Қазақстанның халық жазушысы ақын жерлесіміз Қадыр Мырзали айтқандай, ана тіліміз рухани байлығымыз. Мәңгілік ел ұлттық идеясын іске асыру, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, жас ұрпақтың қазақ тіліне, тарихына, салт дәстүріне деген қызығушылығын арттырумен қатар, облысымыздың дарынды балаларын анықтау және оларға қолдау көрсету мақсатында өткізілген 9-шы республикалық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңінен кезекті сәттерін экран бетінен тамашалауға шақырамыз. Лапылдап мұз көңілді күйдірген күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, пәлендеп біреу сөз айтпаса да, әркімнің өз көңіліне тіл қатқан күй. Сахнада халықаралық феерия, республикалық звездопад дала дарыны, ақ көгершін байқауларының гран-при иегері, дарынды балаларға арналған мамандандырылған нөмір 11-ші Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық мектеп-интернат кешенінің атамұра үлгілі халық аспаптары оркестрі. Құрманғазы бабамыздың күйі Сарыарқа.
Құрметті ағайын, сөз кезегі. Қазақтың талапты ақыны, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Ақжайықтың ақ шағаласы, ұлт тілінің жанашыры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақштат Бақтыгерееваға беріледі. Бүгін бір әдемі күн, жақсы күн. Алдымен жаңа жылдың, 17-ші жылдың, тарихи жылдың бірінші айы біткен жоқ. Мен баршаңды жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстар, жаңа жетістіктер, әр қайсыңызға жақсылық тілеймін. Жарқын болашақ. Қандай әдемі сөз. Болашақтың жарқын болуын тілеуден басқа адамзатта не бар? Ең үлкен тілек болашақтың жарқын болуы. Ал бүгін шара өткізіп отқан бұл біздің жарқын болашағымыз тек қана ата-ананың емес, тек қана мектептің емес, бұл мәңгі елдің, ұлы даланың, қазақ деген ұлттың, Қазақстанның, қазақ елінің жарқын болашағысыңдар айналайындар. Мен оның үстіне бүгінгі өтіп жатқан Олимпиада қорытындысына ерекше қараймын. Өйткені бұл ең қасиетті адам үшін ең керегі ана тілдің құрметіне арналған шара. Ана тілі, анаңның тілі сені өмірге әкелген, саған ақ сүт сыйлаған, саған жарық дүние сыйлаған, сенің бақытыңа алақанның жылуын сыйлаған ананың тілі, бабаның тілі. Ойлану керек, айналайындар. Бізге әлемнің тілін білу үшін бір ай керек. Әрі кетсін. Бір ай барып оқыңдаршы, ағылшын тілінде сайрап кетесіңдер. Бір ай барып оқыңдаршы, Қытай тілінде сайрап кетесіңдер. Бір ай барып оқыңдаршы, неміс тілінде солай үйреніп аласыңдар. Түрікке тіпті азғантай уақыт жетеді. Көрдіңіз бе? Тіл үйренуде біздің жастар алдына жан салмайды, өйткені біздің жастардың миы таза, ақылы көп, ар-намысы мықты. Ал соның ішінде өзінің ана тілін өзгеге қалай сыйлатам деген ой болу керек. Мен кіммін, менің аты жөнім кім? Қазақ ұлтының үмітімін, қазақ даласының арманымын. Ендеше менің тілім қайда? Ол кімнен кем де ойлау керек. Әрбір бала, әрбір қызы қазақтың. Ешкімнен кем емес, егемен елдің өз тілі болу керек. Өз намысы, өз ұлты, өзінің салты болу керек. Ал бұны сендер жарқын болашақ иелері, сендер ойлауларың керек. Әр қайсы өз үлестеріңді қосуың керек. Анау жасасын, мен емес, анау сөйлесін, мен емес. Жоқ, әр қайсың өзің. Осы толып отырған әр қайсың ана тіліңді арым деп қорғауларың керек. Ана тілді таңертеңнен бастап сөйлеулерің керек. Өзгеге құрмет етіп үйретулерің керек. Міне бәріңнің борышың сол. Олимпиадада жеңімпаз атанып, әдемі баға алып, грамота алып, марапат алып емес. Бұл сенің өмірлік шамшырағың сияқты. Өзіңнің атың қойылған азат жақып, өзіңнің фамилияң, өзіңнің тегің сияқты құрметті, қасиетті нәрсең анаңның тілі болу керек. Міне сонда біз ел боламыз. Сонда бізді сыйлайтын болады. Сонда сенмен санасатын болады. Сенің кім екенің ана тілді қанша білгенге болашақта байланысты болады, айналайындар. Ондай уақыт келеді. Егемен алғанымызға 25 жыл. 25 жылда біздің ел өкінішке орай түгел сөйлей алмай тұр. Өзге тілде сөйлеу, ол да мәдениет, ол да білім, таласпаймын. Бірақ өзіңді білмеу, өзіңді қадірлемеу, өзіңнің бабаңмен, тарихыңмен мақтана алмау, ол бейшаралық болады. Ана тілі о бастан әдемі тіл, поэзия тілі. Bizim ұлт үшін, жалпы басқалар үшін де солай болуға керек. Кімсің дегенде,
Тегім алаш, шаңырағым ағаш деп сөйлепті бабалар. Ұйқастырып сөйлепті. О бастан біздің тіл, әдемі тіл. Міне осының қадірін сендер білулерің керек. Және насихаттауларың керек. Бірнеше тілді үйреніп болғаннан кейін де ана тілім қай деңгейде десеңдер, сендер оны жақсы білсеңдер, өзгелерден ақылдырақ боласыңдар. Өзгелерден батылырақ боласыңдар. Өзгелерден де сауатты боласыңдар және өзгелерден құрметті боласыңдар. Менің сөзімді естеріңде сақтаңдар. Қазақтың жарқын болашағының ұлы мен қызы, айналайындар. Қазақ тілі қалайсың жағдайы дегенде, жарлылаумын, бірақ арылымын деп сөйлеген бабаларымыз. Жарлымын, бірақ арылымын. Ар деген сөз екі ағарып. Арым жоқ болса, арсыз болса, ешкімге керегі жоқ. Онда сен хайуансың, жәндіксің. Ар болу керек адамдар, намыс болу керек. Ұлтты сүйетін үлкен жүрек болу керек. Сонда біз ел боламыз. Сол мәңгелдің үміт сендерсіңдер. Ана тілін сүйген ұл-қыз ғана өзін ол елде бақытты сезінетін болады. Және әлемде өзін танытып, өзін құрметтеп алатын болады. Өзіңді білмесең, тіліңді білмесең, сенің құның ештеңе емес. Жай тек басқа тілді үйреніп тамақ асырап жүрген, басқа тілде күн көріп жүрген бейшарасың береді. Сондықтан құрметтеңдер ана тілін, айналайындар. Тіл үйреніңдер, бәрін біліңдер әлемнің. Бірақ қайда барғанда осы елдің Жұбан Молдағалиев ақын айтқан «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген» деген сөзін әрқашан ұмытпаңдар. Өйткені ата-бабаларыңның сонау тарихтан келе жатқан мың өліп, мың тірілгенін де әрқашан тарихтан оқып жүріңдер. Оның түпкі маңызына үңіліп мән беріңдер. Бақытты болыңдар, сүйіңдер ана тілді, ананы сыйлаңдар. Бүгін жасыратыны жоқ. Сендердің өздеріңнің араларында таңертең тұрғанда басқа тілде сөйлесетіндер бар. Әркімнің өз тілі, әр ұлттың өз тілі қымбат. Бірақ Германияға барсаңдар, барлығы неміс тілінде. Англияға барсаңдар, барлығы ағылшын тілінде. Түркияға барсаңдар, барлығы түрік тілінде. Сәлемдесек, қоштасақ, солай ғой. Ал неге біздің балалар басқа тілде сәлемдесіп, басқа тілде қоштасақ? Ол не деген нәрсе? Ойланайық. Жаңаға ойналған Құрманғазы деген даладағы жалғыз домбыра арқалап жүрген ұлы қазақтың сарыарқа күйі Брамстың Тенгір биінен кем бе? Артық. Солай деп қарауымыз керек. Тең деп қарауымыз керек. Артық деп қарауымыз керек. Музыкасына дейін ұлтыңның сүйе білу керек. Рахмет жаңағы балаларға сарыарқаны ойнаған. Біздің ел сарыарқа даласы, біздің күй сарыарқа күйі, біздің сондай рухты бабамыз бар, біздің домбырамыз бар, біздің тіліміз бар, біздің Құрманғазымыз бар. Оның ар жағындағыны тағы да өздерің оқып алыңдар, кіміміз бар. Біз сондаймыз деп кеуделеріңді кең салып, бастарыңды биік ұстап, ешкімнен кем емеспін, менің тілім де өзгелермен тең деп жүрулеріңе тілектеспін, солай бол, аяумын. Алғыс хат. Батыс Қазақстан облысы бойынша жалпы орта білім беретін мектептердің 7-11 сынып оқушылары арасында өткен жарқын болашақ 9-шы республикалық қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңіне белсене қатысқан үшін Жаңақала ауданы Жаңақала мектеп гимназиясының оқушысы Қибатова Гүлзинатқа алғыс білдіремін. Басқарма басшысы Айгүл Мұрбаева. Осындай алғыс хатпен Орал қаласы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының оқушысы Жақсымбетова Гаухар марапатталды.
Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының Батыс Қазақстан облыс дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушысы Ғазымжан Бектас марапатталады. Осындай алғыс хатпен Зеленов ауданы Трёкин жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Немеч Артем марапатталады. Осындай алғыс хатпен Орал қаласы нөмірі 8-ші облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептің оқушысы Любина Карина марапатталады. Алғыс хатпен Орал қаласы нөмірі 35-ші мектеп-лицейінің оқушысы Зинченко Лейла марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Қаратөбе ауданы Шөптігөл жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Қанат қызы Шаттық марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Бөрлі ауданы Ақсай қаласы нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Сюдко Нина марапатталады. Екінші дәрежелі диплом тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Жаңақала ауданы Жаңақала мектеп гимназиясының оқушысы Жұмагелдина Мадина марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 11-ші сынып оқушысы Нұралы Айберген марапатталады. Бірінші дәрежелі диплом тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Орал қаласы Әлия Молдағұлова атындағы нөмірі 38-ші мектеп-лицейінің оқушысы Ерғали қызы Дана марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен тілші әдебиетшілер бағытының жүлдегері Ақжайық ауданы Краснояр жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Сиразиддинова Альбина марапатталады. Рахмет. Ана тілім ғажайып салтанатты, төгілген күн нұрының шапағаты, мың бұралып бишілер би билейді, халайық қол соғыңыз мархабатты. Би жайдары, ойындары, сахнада халықаралық республикалық бишілер байқауларының лауреаты, облыстық филармонияның Назерке халық биі ансамблі. Балетмейстерлері Ақмарал Тасболатова, Мирзада Сүндетқалиева.
тірегім, дінім менің, тілсіз қандай болады күнім менің, өз халқыма жетеді өз мәнінде, өз тілімде оқылса жырым менің. Ардақты ағайын, сөз шебері бағыты бойынша жеңімпаздарды марапаттау рәсімі Халықаралық қазақ тілі қоғамының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Жексенғалиев Болат Өтеғалиұлына ұсынылады. Алғыс хатпен Батыс Қазақстан облысы бойынша жалпы орта білім беретін мектептердің 7-11 сынып оқушылары арасында өткен Жарқын болашақ 9 республикалық қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңіне белсене қатысқаны үшін Теректі ауданы Ақсуат жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Серіков Тоқтарға табысталады. Осындай алғыс хатпен Орал қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған қазақ мектеп-интернат кешенінің оқушысы Мұратов Дулат марапатталады. Осындай алғыс хатпен Орал қаласы нөмірі 47-ші жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Ораз Мұхтархан марапатталады. Осындай алғыс хатпен Жаңақала ауданы Айдархан жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Мусагалиева Амина марапатталады. Осындай алғыс хатпен Ақжайық ауданы Қаршы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Брызгина Наталья марапатталады. Зеленов ауданы Новенький жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Немченко Любовь марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Орал қаласы нөмірі 35-ші мектеп лицейінің оқушысы Корсун Анна марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Орал қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған қазақ мектеп-интернат кешенінің оқушысы Максимов Дәулет марапатталады. Кейін табысталатын болады. Екінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Казталов ауданы Мендариев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Ұзақбаева Жібек марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Жаңақала ауданы Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Насыров Равиль марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Жәнібек ауданы Қалиуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Насиев Төрехан марапатталады. Және тағы бірінші орын иегері бірінші дәрежелі дипломмен сөз шеберлері бағытының жүлдегері Казталов ауданы Молдашев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Гайсина Райгүл марапатталады. Райгүлді сахна төріне шақырамыз.
теңіз бен көлден, дауыл мен желден жаралған отырар сазың, тұңғиығына тартатын қарақат көзден, шарапат сөзден нәр алған. Басымыз аман, келер ме заман жарайтын, бұрыннан мәлім, тұманнан қалың бар ұйқым, отырар сазы шеменде шәлі шәжірем, инемен қазған, күйменен жазған тарихым. Көз жасын халқым, таяуда бәлкім тыяды, бір шүгін қанша, қыршының қанша қияды, отырар сазы киіктерімнің күйігі жоғалып тынған, тарпандарымның тұяғы. Бұлттарды қашқан, қиқулап ұшқан күздегі, тамаша саз ба, қараша қаздар тізбегі, отырар сазы аламан бәйге, ат жарыс туылаған толқын жөңкіген жылқы түздегі. Ділімнен артық бармамың, сыбызғы болып, састырнай болып сарнадым. Отырар сазы уянған көде, отырар жырқылып айтам, тірілген қайда әруағым. Қалама енген, далама төнген қатер ме? Қаптаған қауіп басқа жол тауып өтер ме? Отырар сазы шиырқан шабыт япырмай жарылып шанап, үзіліп шектер кетер ме? Қол соқпайтындар, тай сақтайтындар кім өзі? Даңққа тиіп тұруының биік күмбезі, отырар сазы тауменен таста ойнаған құлан киіктің, Тілендеевтің мінезі. Желтоқсан 86 ызғар бүгін, мұз бен қар жылжығандай құздан бүгін, өттің де астан кестең ойда жоқта, артына ұмытылмас із қалдырдың. Айтамыз ерте кетіп ол күндерді, батыр деп мадақтаймыз жөн білгенді. Халыққа жаңа жылдық сәлем жолдап, жазушылар үйіне колмен келді. Біреулер бастық көрсе қуанатын, біреулер жалпылдайды сұрабатын. Бір кезде жазушылар мінбесіне барады көтеріліп жұбан ақын. Қазақша акцент толқыған қатал үнмен, замандаспыз деді оған қатар жүрген. Желтоқсанның көргенше 16-сын, бір күн бұрын батсамшы батар күнмен, қорғағанмын жаудан мен совет елін, әлі күнгі отанды ән етемін. Мен қазақпын деуші едім біле тұра, шовинизм дегеннің бар екенін. Ұрпағыма халім бар не дер енді, қорладыңдар бұл қазақ деген елді. Қыздарымды сүйретіп бұрымынан, ит таласын теппедім немеремді. Ақын жайтсам ұлы елдің бұл мазағын, менің далам көтерді күл азабын. Тың жерімді игерген бауырларым, тракторге таптатты қыр қазағын. Оның ада шыдады халқым менің, бердемес пе билігін алтын кенін. Тұңғыш тұрсын алғашқы дәмін татып, түсінбейсің заманда салтын елдің. Бір еместей өзіңмен жолым бүгін, мен айтпасам паш етер сорымды кім? 70 жылдай құр болмау келесіңдер, пайдаланып қазақтың момындығын. Деп берердің мәңгүртсін бәрін надан, тіл мен діннен айырылды елім бабам. Кеше алаңда сабаған сенің тегін, алтаяқты жебендер менің балам. Ақын жүрек тартуда содан қайғы, шыдамаспын айтпауға жарам жайлы. Кешір мені замандас осы жолы, жұбан саған пікірлес бола алмайды. Намыспен кек түнеріп қабағында, мұң арала жастынып жанарында. Ел алдында арқадан жүгірсіп, ақын тұрды тазарып аралдында. Тынып қалды салтүйгіс күбірлемей, бір адамның жанары күлімдемей. Біз отырдық
арқада біз отырдық төбеден жай түскендей, арқамыздан құмырсқа жүгіргендей. Кетті залды ақынның өртептемі, әлі есімде біреулер селт етпеді. 37 қуғынын көрген сорлы, қол соғудан сескеніп жер тепкені. Жұбан бөрі өзгелер қоян қардай, қол бен жүзі сәл қанға боялғандай. Сал көңілде бір кезде жер солқ етті, ұйқысынан бар қазақ оянғандай. Жұбан аға ғашық ең гүл өмірге, сызат түстау сол күні жүрегіне. Әл айтады көргенден ерлігіңді, қадіріңді көрмеген біледі ме? Санасыздар тыңдады, күлді кетті, уақыт өтті жаралап бір жүректі. Сен қасқайып тұрғанда сыр білдірмей, қолыңдағы ақ парақ дір-дір етті. Сонда сенің сөзіңді ерлік дедік, біз ерлікті көзбенен көрдік дедік. Одан кейін тағы да қалған қазақ руларға араны бөлдік келдік. Шаттыққа тірі болсан кеңелерсің, сөйлейсің бізден ірі бөлегерсің. Сен дағы қазақпын деп жар салар ең, өйткені өр ақынсың, көрелексің. Ақын ең ұлтыменен мұңдас жаны, қазағын әлі ешкіммен сырласпады. Жанаға жазылмай тұр еркін елдің, мен қазақпын сияқты бір дастаны. Ақынға жараспайды өлді деген, қалдыма лайланып мөлдір өлең. Жүрегін жазылар мет көрсен егер, көк туын еркін елдің желбіреген. Музыка ырғақ, нәзік әуен асқағын, музыка өзен, дала, аспан үн, ғұмыр жоқ ырғақтардан басқаның, тән әншілер бас әуенге қос әнге, шырқап биік тіршіліктің дастанын деп, ақын Фариза Оңғарсынова музыка өнеріне деген махаббатын осылай жеткізді. Ендеше әдемі өрілген, әуеннің әуезін көкіректеріне сәуле ете білген жас өнерпаздарымызды әнші бұлбұлдар бағыты бойынша марапаттау рәсімін бастаймыз. Марапаттау рәсімі Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының әншісі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Жас қанат республикалық байқауының күміс қанат иегері Хасанова Жаңылсын Мақсотқызына ұсынылады. Мектебінің 8-ші сынып оқушысы Игнатенко Екатерина марапатталады. Алғыс хатпен Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Чесноков Вадим марапатталады. Алғыс хатпен Ақжайық ауданы нөмірі 1-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Шкарина Милана марапатталады. Бөрлі ауданы Ақсай қаласы нөмірі 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-ші сынып оқушысы Старостенко Анастасия марапатталады. Алғыс хатпен Бөкей ордасы ауданы Жәнекешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-ші сынып оқушысы Нұрболат Бекзат марапатталады. Алғыс хатпен Жәнібек ауданы Абдуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-ші сынып оқушысы Ануарова Айнамкөз марапатталады. Үшінші дәрежеде дипломмен әнші бұлбұлдар бағытының жүлдегері Казталов ауданы Молдашев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Халидова Эльнара марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен әнші бұлбұлдар бағытының жүлдегері Бөрлі ауданы Ақсай қаласының
нөмірі 6-шы жалпы орта білім беру мектебінің 7-ші сынып оқушысы Хусайынов Диас марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен әнші бұлбұлдар бағытының жүлдегері Жаңақала ауданы Жангелдин атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 9-шы сынып оқушысы Ешкаев Нигметолла марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен әнші бұлбұлдар бағытының жүлдегері Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 10-шы сынып оқушысы Жұмагалиев Мұстафа марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен әнші бұлбұлдар бағытының жүлдегері Орал қаласы нөмірі 20-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Маратова Мөлдір марапатталады. Қанаттас боп ұшыңдары биіктерге, құттарып өздеріңмен сүйіктерге, мың қатпар қиындыққа кезіккенмен, алынбас қамал болмас иықтерге деген жолдармен жас жеңімпаздарға сәттілік тілейміз. Әнші бұлбұлдар байқауының жеңімпазы, ән әуенінің құдіретін танытушы Маратова Мөлдірді қошеметпен сахна төрінен қарсы алайық. Күлі
жаны ағынсыз, дүние мынау кеткендей боп сабырсыз, адамзаттың алып күрек тамыры, ен даламда соғыпта тұр дамылсыз деп, тіл күре тамырымыздың тереңіне бойлаған жас дарындарымыз жас ғалым байқауында өздерін көрсете білді. Ендеше ғылыми жоба бойынша белестерге жете білген қабілетті шәкірттерді марапаттап өтелік. Марапаттау рәсімі Өрлеу акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Ізмұхамбетова София Салахатин-қызына ұсынылады. Нөмірі 1 жалпы білім беретін орта мектебінің оқушысы Абдирова Айгөркем марапатталады. Алғыс хатпен Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясының оқушысы Жаншахан Аяжан марапатталады. Алғыс хатпен Ақжайық ауданы Краснояр жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Серазидинова Альбина марапатталады. Алғыс хатпен Ақжайық ауданы Байсықов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Мұқанов Ерген марапатталады. Бөрлі ауданы Ақсай қаласының нөмірі 5 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Корешко Николай марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом жас ғалымдар бағытының жүлдегері Орал қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған қазақ мектеп-интернат кешенінің оқушысы Қыдырғалиева Ару марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен жас ғалымдар бағытының жүлдегері Жаңақала ауданы Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Ешкаев Сигбатолла марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен жас ғалымдар бағытының жүлдегері Казталов ауданы Миндалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Сатымгалиева Мөлдір марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен жас ғалымдар бағытының жүлдегері Орал қаласы нөмірі 35 мектеп лицейінің оқушысы Качалов Богдан, Качалов Павел марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен жас ғалымдар бағытының жүлдегері Жаңақала ауданы Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Саматова Шұғыла марапатталады. Және бірінші дәрежелі дипломмен жас ғалымдар бағытының жүлдегері Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушысы Петри Адам марапатталады. Туған тілім табындырған талайды, ел ертеңі саған ғана қарайды. Өсер балам майдап қалам тұрғанда, ана тілім әр қашанда арайлы. Ендеше ана тіліміздің мақсатын танытқан жазушылар бағытының жеңімпаздарын марапаттауға рұқсат етіңіздер. Жазушылар байқауын марапаттау рәсімі Батыс Қазақстан инновациялық университеті Қазақ филологиясы кафедрасының доценті Мамыров Азамат Ыбырайұлына ұсынылады. Жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Валидов Рахим марапатталады. Алғыс хатпен Орал қаласы нөмірі 8 облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептің оқушысы Исатаев Нұрсұлтан марапатталады. Алғыс хатпен
Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясының оқушысы Қалекенова Жұпар марапатталады. Алғыс хатпен Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушысы Мамбеталиев Нариман марапатталады. Алғыс хатпен Жәнібек ауданы Тайынжаров атындағы жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы Мұхамбетова Айгөрген марапатталады. Алғыс хатпен Орал қаласы Әлия Молдағұлова атындағы нөмірі 38-ші мектеп-лицейінің оқушысы Зағыпар Оралхан марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Зеленов ауданы Батурин жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы Тащанова Екатерина марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушысы Махамбетов Қасым марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушысы Өздемир Осман марапатталады. Екінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Орал қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған қазақ мектеп-интернат кешенінің оқушысы Сапар Раушан марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Орал қаласы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының оқушысы Алпысбаева Алина марапатталады. Бірінші дәрежелі дипломмен жазушылар бағытының жүлдегері Орал қаласы нөмірі 35-ші мектеп-лицейінің оқушысы Мұстафина Адель марапатталады. Жүректерден тарап жатыр жарқын нұр, бүгін бізге бірге халқым жырлай тұр, маңғаз ұрпақ емреніп елжіреп, еркін елге сыйлай берсін ән мен жыр деп, тамсандыратын шеберлікпен қашалған, ана тілінің табиғатын танытқан байқауда қазақтың баласы бар, қазақтың санасы бар, салты бар, сезімі бар, сүйініші бар, сағынышы бар. Ол сонысымен қымбат, сонысымен қастерлі. Кешіміздің соңын ұрпақ дауысатты жарқын болашақ олимпиадасының ән ұранымен жабуға рұқсат етіңіздер. Әнді орындайтындар қазақ-түрік лицейінің ұстаздары Абибулла Смайыл, Нұртаза Елжас және 10-ші сынып оқушысы Құрманәлі Арман қарсы алыңыздар. Dağın dalın elim ağlanır, elekten
Ардақты ағайын, 10-шы республикалық жарқын болашақ Өттеңдер анатын айналайындар, тіл үйреніңдер, бәрін біліңдер әлемнің, бірақ қайда барғанда. Осы елдің Жұбан Молдағалиев ақын айтқан, мен қазақпын мың өліп мың тірілген деген сөзін әрқашан ұмытпаңдар. Өйткені ата-бабаларыңның сонау тарихтан келе жатқан мың өліп мың тірілгенін де әрқашан тарихтан оқып жүріңдер. Оның түпкі маңызына үңіліп мән беріңдер. Кеуделеріңді кең салып, бастарыңды биік ұстап, ешкімнен кем емеспін, менің тілім де өзгелермен тең деп жүрулеріңе тілектеспін, солай болғай, әумин.